енді Маңғыстау өлкесінде мына қойтас, қошқартас, сандықтас дейді. Соларға мына осындай алақанның суретін бейнелеп қойған. Соның мән мағынасы қандай? Соны айтып түсіндіріп берсеңіз. Алақанның мына қолдың бейнесінің кездесуінің оның екі мағынасы бар деп айтуға болады. Бір мағынасы бұл кесенелерде, кесененің қабырғасында кездеседі. Жер асты және жартасқа қашап салынған, ойып салынған мешіттерде алақанын ашып тұрған, айқара ашып тұрған алақандар көп кездеседі. Ол ашықтықтың белгісін білдіреді. Ашықтықтың белгісін. Және де ол ислам архитектурасында кесенелердің, мешіт медреселердің қабырғаларында кездесетін алақан ол көбінесе ислам тұрғысынан келетін болсақ, Бибі Патыманың қолы. Оған емшілер барған кезеңде менің қолым емес, Бибі Патыманың қолы деп сол алақанға қолын басатын болған. Ал енді біз көріп тұрған Қойтастағы алақанның қолдың мағынасы ол басқаша. Бұл жерде алақан сыртымен белгіленген. Ал кесенелерде алақан ол айқара ашып тұрады, ол ішкі жағынан алақан ашып тұрған алақанды көреміз кесенелерден, мешіттерден. Ал бұл құлпытастан біз саусақты көріп тұрмыз. Қолдың басы 5 саусақты көріп тұрмыз, және де қайшы және жүн түтетін тарақты көріп тұрмыз. Бұл бір қарағанда бір шаш тарайтында тарақ іспетті. Мына әйел адамдардың әшекей бұйымдарында ағаш тарақтар бар, мүйіз тарақтар бар. Осы қарап тұрсаң, мүйіз тараққа да, ағаш тараққа да келеді. Ал енді жүн түтетін құрылғыны да тарақ деп айтады. Яғни бұл жерде тарақ, оның үстіне қайшының бейнеленуі, және де алақан 5 саусақтың, алақанның сыртыменен саусақтың қайқы болып бейнеленуі. Мінекей мен қазір саусағымды қайырып тұрмын, қайқы болып бейнеленуі көрініп тұр. Қазақта шебер болар балаңды бармағынан танисың дейді. Яғни шебер болатын бала ол кішкентайынан бармағы қайырылып тұрады. Шебер болар балаңды бармағынан танисың деп көбінесе қыз балаға айтқан. Мысалы, зергер, ұста, ер балаларға қарап айтпаған, тігінші болатын, ісмер болатын, тоқымашы болатын, кілемші болатын қыз балаларға қарап айтқан. Бармақ деп біз бас бармақты айтамыз. Ал енді бас бармақтың бұлай иілуі, мінекей мен көрсетіп тұрмын, бұл шеберліктің белгісі. Ал енді мінекей мына Қойтаста алақан сыртымен көрсетілген, бармағын иіп көрсеткен. Яғни бұған қарап біз ұрпақтары, яғни мына Қойтас бұл о-дүниелік зират, о-дүниелік там. Қайтыс болған адамның о-дүниелік тамы. Ал енді үстіне кесене тұрғызама, Қойтас қояды ма, оны ұрпақтары шешеді. Ұрпақтары осы Қойтасты қойған кезеңде оның өзінің өткен өмірінен мәлімет беретін белгілерді салған. Яғни осы белгіге қарап, мінекей тарақ, қайшы, мына саусақ бармағымен, яғни қолдың басының тұрғанына қарап, біз оны әйел адамның зираты болса керек деп болжам жасасақ болады. Және де берген мына салынған белгілер бұл жазу іспетті. Әрбір сурет, яғни әрбір символ, атрибут ол белгілі бір сөйлемді береді, белгілі бір мағынаны береді. Осы сурет арқылы осы жерде ісмер, тігінші, қол өнерші әйел адам жатыр деген мағынаны білдіреді. Саусағының 5 саусағынан өнер тамған шебер адамның жатқандығы оның бармағының қайқиып бұрала салынуынан көрініп тұр деп айтсақ болады. Шебер болар балаңды бармағынан танисың деген мақалдың түйінін осы Құлпытаста көрсеткен сияқты, Қойтаста көрсеткен сияқты. Қойтастың үстінде арабографикалық
жазылған. Бұл осы жерде жатқан адамның нақты кім екенінен мәлімет беретін ақпарат жазба дерек, тасқа жазылған дерек.